Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, арландай тарландай біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Ер азаматымыздың Асқар Тау әкесі бүгін бізде қонақта. Біздің мектебімізге қош келдіңіздер. Енді сұрақты бастай берсем сіздерге. Айдос аға, текті елдің ұрпағы екеніңіз көрініп тұр, жаңа видеодан да байқаған боларсыздар. Сіздің өскен жеріңіз, өскен ортаңыз туралы бізге бір ауыз айтып берсеңіз, біздің балаларымыз сіз туралы толық ақпарат білсе. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, оқушылар. Мен енді Алматы облысы Панфилов ауданы Жазира Заркент деген жердің тумасы боламын. Туған жерім сол жерде дүниеге келіп, сол жердің сай саласында өсіп, одан кейін қазіргі мынау Іле ауданы Өтеген Батыр кентіне келіп, көшіп келіп 2002 жылы болады. Сол жерде өзімнің енді мен боксшы болғаннан кейін бокс тарихым солай басталды. Сол жайлы айтып кетейін. Сол 5-ші сынып оқып жүргенде Асқар Тау әкем мені боксқа алып барып, содан бастап менің былайша айтқанда боксшының өмірі басталды деп айтсақ болады. Содан бері міне биыл 19-20 жылдай болып қалды ма? Сондай уақыт өтіпті. Осы бокс деген әлемде бір жетістіктерге біраз жетіп, қазіргі күнде енді осы өздеріңізбен қауышып отқан жайымыз бар. Рахмет, таныс болған шығарсыздар. Ендігі кезекті сұрақты Айдос ағаның Асқар Тау әкесіне берсем. Ербосын аға, балаңызды спорт жолына түсуіне сіз ықпал жасадыңыз ба, әлде өз таңдауы ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, ұстаздар. Енді мен Айдосты мен өзінің кезінде мен де сол спортқа өте қызыққан, спортпен айланысқан адамым. Менің де сол жетпеген жетістіктерім болған, сол жетістіктеріме осы Айдосым балам жетсін деп спорт табалдырығын бокстан аттаған. Сол менің жаңағы. Жалпы айтып жатады ғой, тәрбие отбасынан басталады дейді. Бағанадан байқағаным, сіздің тәрбиеңіз өте керемет екені көрініп тұр. Алып анадан туады. Міне Асқар Тау әкесін көріп отырсыздар, қандай керемет кісі. Енді алып анадан туады дейді. Анаңыз туралы бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Жетістікке жетуіме жалпы өмірде әкемнің орны ерекше. Сондай-ақ менің анамның да өзіндік орны бар, өзіндік тәрбиесі бар. Жаңа өзіңіз айтқандай алып анадан туады демекші, анамның да бір ерекше тәрбиелері бар. Соның бір өзім жиі еске алатын тәрбиесінің бірі, кез келген істі бастадың ба, соны ақырына дейін жеткіз деген анамның бір керемет тәрбиесі бар да. Және мен осыны барша осы қазақтың қарагөз інілеріме, қарындастарыма насихат етемін. Кез келген істі бастасаңдар, кез келген істі ұнатып бастасаңдар, ол істі міндетті түрде ақырына дейін жеткізіңдер. Мейлі ол спорт болсын, мейлі ол өнер болсын, мейлі ол оқудан болсын, кез келген саладан сен сол кәсіпті жақсы көретін болсаң, ол істі ақырына дейін жеткізсең, сен міндетті түрде жетістікке жетесің. Менің анамның маған берген тәрбиесінің бірі сол еді. Ол бір нәрсені үй шаруасы болсын, кез келген бір нәрсені ақырына дейін жеткізбей,
тастап кетіп жатсам, маған өкпелеп, өмірі ұрсып, сөйтіп тәрбиелеген. Жақсы, рахмет. Өнегелі тәрбие көргеніңіз әрине көрініп тұр. Жалпы Ербосын аға, сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бала Айдос қандай болды? Сіздің есіңізде қалған ерекше бір оқиғалар, қызықты сәттер? Ол Айдостың ерекшелігі көп. Айдос енді ол тек қана бокс саласында емес, басқа өнер саласында өзінің актерлік қабілеті бар. Жаңа сурет салады. Сол Жаркент өңірінен шыққан біздің атамыз Әбілхан Қастеев. Сол кісінің жаңағыдай ауылына барып, сол жақтан сурет салып, сондай өнерлігі өте көп. Өзі ерекше болды. Сол анау бастауыш сыныпта оқып жүргенде ерекшелігі сол, жаңағындай бірден 3-ші классқа көшіреміз деген, 3-тен 5-ке көшіреміз деген, мынау жаңағы сол әкімшіліктің мектебінің сондай ұсыныстары болған. Сондай ерекшеліктері өте көп. Айта берсең. Жақсы, бәрекелді. Рахмет. Енді Айдос аға, сізге бір сұрақ қойғым келеді. Жақын арада Орда қыздар 30 жасқа толған екенсіз, осы 14-ші қараша күні қателеспесем, жанұяңыз бар екен, әкеңізді көрдік, ал өзіңіз қандай әкесіз, қандай жарсыз? Мына кезінде Абай Құнанбаев атамыз өзінің әкесі Құнанбайға айтқан екен да: әке, мен сізден оздым, сіз бір тобықтының ғана баласыз, бір тобықтының ғана жаңағы несіз, басшысыз, мен дүйім қазақтың баласымын, мен сізден оздым әке деген кезде Құнанбай қарап тұрып баласын айтқан екен: Абай, сен менен озу үшін Абай сияқты баланы тәрбиелеп ал деген екен да. Сондықтан менің шыны керек қандай әке болуым әлі алдыда, әлі көрінеді. Мен әкемнен озу үшін Айдостай баланы тәрбиелеуім керек деп ойлаймын. Ертеңгі күні балапандарыңыздың болашағы жарқын болсын, өзіңізге де сондайды тілейміз. Енді бағана мен сөз басында айтып өткен едім, жаңағы чемпион болып жатыр, жаңағы айтып өтеді ғой, UBA International, UBO Global, WBA, WBO, WBC, IBF деген версиялар. Сол версиялар туралы біздің балаларымызға айтып берсеңіз керегіне. Енді кәсіпқой бокста өзі жалпы 4 версия дейміз ғой, жаңағы 4 версия бар негізгі. Версиялар негізі көп, бірақ ең негізгі 4 версия деп айтады. Сондықтан сол қазіргі уақытта сол WBA, WBC, WBO және IBF деген ең основной 4 версиядан 4-еуінен де әлемдегі ең үздік топ 15 деген болады. Сол топ 15-тің ішіндемін. Оның ішінде WBA версиясы бойынша уақытша әлем чемпионы деген атақ алдым жақында. Соңғы жекпе-жегімде сол американдық боксшыны жеңіп, соның жаңағы белбеуін тартып алып, уақытша әлем чемпионы атанып, қазір абсолюттік әлем чемпионы, баршаңызға мәлім, Канело Альвареске міндетті үміткер атанып отыр. Әлем чемпионы атағында қалатыныңызға сенімдіміз. Сосын маған тағы бір қызық болып отырған сұрақ, сіздің 15-ші жекпе-жегіңіз. Қателеспесем, африкалық. Ол кісі допингпен ұсталған екен. Ал бірақ сіз сол допингке қарамастан сіз оны жеңіп шығыпсыз. Оның сыры неде? Дайындығыңыздан ба, әлде басқадан ба? Енді біз қазақ халқы жалпы біз батыр бабаларымыз сонау тынық мұхитынан Қара теңізге дейінгі алып жатқан алып империяның билеген, яғни батыр бабалардың ұрпағымызда біз еш уақытта жаудан қайтпағанбыз. Ол бірдеме істеген, андай бірдеме істеген деп біз еш уақытта жаудан қайтпаймыз. Және біз оның енді допинг ішкенін алдын ала білмедік. Егер ол алдын ала білсең, ол жекпе-жекке жібермейтін еді. Ол енді жаңағы допингті жекпе-жектен кейін тапсыратын болғандықтан біз жекпе-жегіміз өтіп, жекпе-жектен 2 айдан кейін біз ақшта дайындықта жүрген кезде бізге сондай хабарлама келді. Қарсыласым допингпен ұсталып дегеннен. Бірақ шыны керек енді өзімде жақсы дайындалғандықтан,
оның бір допинг қолданғанын мен шаршағанда қатты бір сезген жоқпын. Енді әуелі Алла ғой, Аллахтың қалауымен жеңіске жеттік. Одан кейін мынау біз енді қазақ халқының өзіміздің допингтер бар ғой, қымыз, қата, жазая деген сияқты. Соны енді біз қолданамыз, басқалар қолданбайды. Біздің артықшылығымыз сода жылқы мінезді қазақ деп атамыз ғой. Не үшін жылқы мінезді десеңіз, қазақтан басқа ешқандай ұлт әлемде жылқының етін жемейді екен да. Жылқы дегеніңіз ол өте текті жануар. Жылқы сияқты текті жануар жоқ деп ойлаймын мен жалпы өзім. Сондықтан соның бәрі біздің бойымызда, қанымызда бар. Ол нәрсені біз сіңіргенбіз да бойымызға. Солардың да бір септіктері тиюі мүмкін. Дегенмен әуелі Алла ғой, одан кейін жаңағы өзіміздің еңбек, соның бәрі бар. Naqız адам болу мамандығы. Сіз осы мамандықты қаншалықты дәрежеде меңгеріп жатырсыз? Меңгерудесіз? Ана бізде бапкерлер баяғыда жаңа айтатын еді. Сен чемпион болмауың мүмкін, бірақ адам болып қалуың міндетті деп. Жалпы спорттың өзі адам баласын адам болуға тәрбиелейді деп айтсам, артық айтқаным емес та. Өйткені спорт деген ол мына мен күшім көп екен деп бәріне күш көрсету емес. Өзіңдегі ең қиын нәрсе ол нәпсіңді тыю да, нәпсіңмен күресу. Күнде мысалы таңертеңгісін сен ерте тұрып жаттығуға бару, өзіңді күнделікті сен жеңуің керек та. Айтады ғой, мына жеңіске сен қарсыласыңды жеңбейсің дейді да, сен өзіңді жеңіп қарсыласыңды жеңесің дейді. Ол қалай десе, адам баласы мысалы өзі мен шаршадым деп сынып қалуы мүмкін да, жекпе-жек барысында. Жоқ, мен жеңген жоқпын деп өз-өзін қайрап қамшылап, өз-өзін жеңу арқылы қарсыласын жеңіп кетіп жатады. Сол сияқты күнделікті өмірде, спортшының өмірінде күнделікті тәрбие. Бұл өз-өзін тәрбиелеу. Мысалы, айтады ғой, әлсіз психологиялық тұрғыдан әлсіз адамдар жеңіл жаңағы шылым шегуге, араққа тез беріліп кетеді да. Оның себебі жаңағы оның психологиялық әлсіздігінде. Яғни бір орысша стержень деп айтамын ғой, қазақша қалай. Сондай нәрсенің жетіспеулігінде да, өзін өзі ұстай алмаулығында. Соның бәрі былайша айтқанда сондай нәрсенің бәріне спорт тәрбиелейді, адам баласын тәрбиелейді. Яғни, мынау осы өмірдегі біздің жастарымыздың бәрі спортпен жоқ дегенде өзі үшін айналысатын болса, өмірде олардың адам болып қалыптасуына ол өте үлкен көмектің тигізеді деп ойлаймын. Одан кейінгі мәселе, мынау қазақта жақсы сөз бар, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді ғой. Алласын танып, Алласын біліп жүрген азаматтар әр уақытта олар адам болып қалады. Адам болып қалу деген ол өмірдегі ең үлкен нығмет та. Бір оқиға айтып кеткім келіп отыр осы жерде. Кезінде бір жаңағы жігіт өзінің әкесімен ерегісіп қапты. Өзінің әкесімен сөзге жанжалға келіп қап, жаңағы өзінің әкесін өз кеудесінен итеріп жіберді да. Сонда әкесі қарап тұрып, қапа болған екен да қатты.
сөйтіп баласына айтқан екен, сен адам болмайсың деген екен. Одан баласы үйінен кетіп қалып, жас екен да енді. Сөйтіп үйінен кетіп, қалаға барып, жұмысқа тұрып, жұмысқа орналасып, жақсы қызмет, күннен күнге бизнесі жүріп, жағдай жақсы болып көтерілген екен жаңағы бала. Аллахтың қалауымен. Сөйтіп көтеріліп, астында қымбат машина, зәулім сарай үйде тұрады, үйленеді, бала шағалы болады. Күндердің күнінде жаңағы әкесінің сөзі есіне түседі ғой. Кезінде маған әкем адам болмайсың деп айтып еді. Енді барып көрсетейінші кімнің адам екен деп жаңағы джиптің өзінің машинасына мініп, қасына достарын ертіп, бара деген де жаңағы әкесіне барып айтқан ғой. Кезінде міне, кезінде айтып едіңіз адам болмайсың деп. Мінекей, қараңыз, астында қымбат көлік, тұрып атқан зәулім сарай үй, мынандай достарым бар. Мен қалайша адам болмаймын, міне мен адам болғаным осы дейді. Сонда әкесі қарап тұрып, мен саған бай болмайсың деген жоқпын, мен саған адам болмайсың дедім депті да. Бұл біздің өміріміздегі ең үлкен нығметтеріміздің бірі. Сөзіңізге толықтай қосыламын. Тағы да бір қызықтырып тұрған бір сұрақ бар. Үйдің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашынан дейді. Нағашыларыңыз туралы бір әңгіме қозғасаңыз. Иә, енді бұл қазақтың бір ежелден келе жатқан сөзі ғой. Менің енді нағашы атам осы былтыр бір жыл бұрын Ұлы Отан соғысының ардагері, ол кісі Жамбыл облысының тумасы, нағашыларым сол жақтан болады, Тараз жақтан. Ол кісі батыр атағын берді ол кісіге. Ұлы Отан соғысының ардагері. Көптен бері ол кісінің есімі орыстар, енді білесіздер ғой, 70 жыл солардың құрамында болғаннан көптеген тарих, көптеген тарихи мәліметтер жасырын болды, жария етілмеді. Дегенмен айқын тарих анықталып, біздің атамыздың ерен ерліктері хатқа түскен екен, газеттерде бәрінде бар екен. Сол нәрселер қайта тарих сахнасына шығып, атамыз былтыр бір жыл бұрын батыр атағын алды. Енді марқұм болып кетті атамыз, өкінішке орай, енді Аллахтың қалауымен, бірақ десек те біздің енді нағашыларымыз сондай батырлар. Менің жалпы нағашыларым өзінің дулаттың ішінде Шымырдан шығады. Ол кісілер кезіндегі Шымыр елінен Бауыржан Момышұлы сынды батырлар шыққан. Сондықтан нағашыларым сондай айбатты, қайратты. Бізге де соның бір батырлығы бұйырған шығар деп ойлап қоямыз. Өзіміздің атамызды. Жаңағы сіздің өткен сұхбаттарыңызды тыңдап отырсам, сұхбаттарыңыздың бірінде естіп қалдым. Жалпы бұрынғы заманның батырлары жекпе-жекте сыналған депсіз, ал қазіргі заманның батырлары бұл шаршы алаңда сыналады деген сіздің бір керемет бір сөзіңізді кеше Инстаграм желісінен оқып қалдым. Әрине бұл кісілер бүгінгі күннің батырлары, ал бұл кісілердің арғы ата тегін қуғанда мен осындай керемет батырлардың ұрпағы екеніне 100% сенімді болдым. Рахмет айтамыз сұхбатыңызға. Тағы да сұрақ қояр болсам, жалпы сіз өміріңізде алға қойған мақсаттарыңызға қаншалықты деңгейде жеттіңіз? Иә, енді мақсатымыз көп қой, бала күннен армандаған армандарымыз бар. Анау Аллах тағала айтады да, негізінде қасиетті Құранда, сендер бір нәрсені сендер жақсы деп ойлаған бір нәрсе сендер үшін хайырсыз, жаман болуы мүмкін дейді. А сендер жаман деп ойлаған бір нәрсе сендер үшін жақсы әрі хайырлы болуы мүмкін дейді. Сол себептен менің өмірімде, мысалы, менің орындалмаған армандарым бар да, бірақ ол орындалмаған армандарым былайша айтқанда мен үшін хайырлы болған екен. Қазір мен ойлап, енді ордабыздар 30-ға келдік қой, енді біз бала емеспіз, жас емеспіз қазір. Қанша дегенмен ойланасың, ой жүгіртесің, соның өзің өміріңе ой жүгіртіп отырсам, жаңағы орындалмаған армандарым мен үшін өте хайырлы болған екен. Сол себепті алдағы уақытта да, мысалы, енді өзімнің ішкі мақсаттарым, армандарым бар, бірақ оның қайсысы мен үшін хайырлы,
екенін мен әлі білмеймін. Сондықтан біз алға қойған мақсаттарымызға жету үшін еңбектенеміз, амал етеміз және Аллаға тәуекел етеміз. Жақсы, рахмет. Бүгін өзіңіз байқап отырған шығарсыз, осында оқушылар жиналған, сізден үлгі аларлық, сіздің осындай нар тұлғалы келбетіңізді көру, сізбен сұхбаттасу, менің ойымша біздің оқушыларымыз үшін үлкен бақыт. Және де бүгін біздің мектепте тарихи күн, біздің мектепке міне батыр келіп отыр. Көкейлерінде жүрген сұрақ болса оқушылар, қойсаңыздар. Өзіңізді 10 жылдан кейін қалай білесіз? Енді ана қазақта жақсы сөз бар ғой, 30-да орданы бұзбасаң 40-та қамаламайсың дейді ғой. Енді өзім үшін 30-да орданы бұздым деп ойлаймын. Алла бұйырса, аман болсақ 40-та қамалдан алам деп ойлаймын. Ол қамал қандай қамал болады, оны уақыт көрсетер жатыр. Өйткені 10 жыл емес, 1 сағаттан кейін не боларын шыны керек білмейміз да. Барынша енді өзіміздің істеп жүрген кәсібіміздің шыңына жетіп, сол саланың маманы болып, одан кейін бар ойым еліме осы қызмет ету. Қазақ деген Әлихан Бөкейхан атамыздың бір керемет сөзі бар еді да. Өлсем де қазаққа қызмет етпей қоймайым деген. Сол кісінің ұраны, менің де ұраным, барынша енді осы әлемдегі қазақ деген ұлы ұлтқа қызмет ету менің парызым деп ойлаймын. Профессиональный спортшының өмірінде травмалар көбісі жетістікті көреді, бірақ травмалар көрмейді да. Мен өзім шет жағасын көргеннен кейін білемін да, сіз өзіңіздің травмаларыңызбен қалай, енді ауыр травма болғанда қалай сол жағдайды жеңдіңіз деген. Иә, дұрыс айтасың. Өйткені көп адам шаршы алаңға шыққан кезді ғана көреді да. Оған дейінгі жаттығу барысындағы қиыншылықтарды, қаншама жаңағы жарақаттарды көре бермейді. Мен өзім 2016 жылы жекпе-жек барысында жағым сынып кеткен. Бірінші раундта жағым сынып кетіп, 2 жерден сынды да жағым. Сонда сынған жақпен 5-ші раундта қарсыласымды нокаутпен жеңдім. Сынғанына қараған жоқпын, жекпе-жек барысында енді жаңағы адреналин бар, не бар. Бапкерім жекпе-жекті тоқтатамын десе де, мен оған бой бермей, жоқ, ақылына дейін жеткіземін. Өйткені жеңіліске ұшырасам, жаңағы қалың елдің алдында, қазағымның алдында масқара боламын деген намыс кернеп, қайтсем де жеңіске жетуім керек деп, енді бір қайсарлық танытқан кезім бар. Ондай сәттер спорт болғасын болады. Оның бәрінен бастан өтпесе ол да болмайды. Оның бәрі бізді шыңдайды. Алдағы, мен мысалы сол кезде 10 айдай шаршы алаңға шықпадым. Сол жарақаттан кейін аузыма жаңағы темір тағып тастады. Оны темірмен 1 айға жуық мен жаңағы трубочкамен су ішіп, трубочкамен тамақ ішіп жүрдім да. Сол кезде көп нәрсе түсіндім. Аллах Тағаланың біз үшін берген нығметтерін санасақ, біз санына жете алмаймыз да негізінде.